Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен фунчозаның рецептімен бөлісетін боламын. Өте оңай салаттардың бірі десем де болады. Ең алдымен етімізді ұзыншалап турап аламыз. Мен сиыр етін қолданып жатырмын. Қызып тұрған сковородкамызға май құйып, етімізді қуырып аламыз. Еттің суы тартылғанша жақсылап қуырып аламыз. Көріп тұрғандарыңызда етіміз қуырылды. Енді үстіне бір ас қасық соевый соусымызды құйып, тағы да араластырамыз. Мен етке ешқандай да тұз салмадым. Ет тұздалған. Етіміз жұмсақ болып пісу үшін аздап су құямыз. Еттің бетін жауып 20 минутқа бұқтырып аламыз. Бір пиязымыздың сыртын ашып, осылай ұзыншалап турап аламыз. Және де бір чесногымызды да жұқалап ұзыншалап тураймыз. Енді тәтті бұрышымызды тураймыз. Сары түсі мен қызыл түсі болса жеткілікті. Тәтті бұрыштың тек жартысын ғана қолданамыз. Екеуінің тек жарты бөліктері жеткілікті. Енді екі қиярымызды да ұзыншалап тураймыз. Екі сәбізімізді теркамен ұзыншалап өткізіп аламыз. Фунчозаның бір упаковкасын ашып, үстіне ыстық су құйып, 4-5 минуттан кейін сүзіп аламыз. Лапшаны 5 минуттан артық ұстамаңыздар. Езіліп, тез бөлінгіш болып кетеді. Етіміз боқтырылып болғаннан кейін үстіне бірінші пиязымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін тәтті бұрышымызды саламыз. Тәтті бұрышымыз қатты қуырылып кетпесін. Одан кейін сәбізді салып, бір араластырып, отты өшіреміз. Таза үлкен ыдысқа бірінші лапшаны саламыз. Одан кейін туралған қиярымызды саламыз. Үстіне сковородкадағы заттарымызды толығымен салып шығамыз. Дәміне қарай тұз, паприка, кориандр, қара бұрышымызды саламыз. 2 шай қасық уксусты да саламыз. Және де 3 ас қасық соевый соусымызды құйып, салатымызды жақсылап араластырамыз. Осымен фунчоза салатымыз дайын болды. Бұл горячий фунчоза деп аталады. Пісіресіздер, артынша ыстықтай жей бересіздер. Суып қалса да дәмі өзгермейді, өте керемет болады. Үйде жасап көріңіздер, сіздермен бірге Тоғжанның асханасы ас болсын.